Қазақстан аумағында ауыл шаруашылық саласымен айналысатын кәсібилер жетерлік. Олардың басым көпшілігі аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгінген. Соның бірі Қостанай облысы Қарабалық ауданының аумағында орналасқан Терра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Терра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бастауын 2011 жылдан алады. Осы жылы асыл тұқымды репродуктор құрылып, Америкадан 2500 бас аналық асыл тұқымды ангус әкелінді. Кейінірек 2014 жылдан бастап бордақылау алаңы ұйымдастырылды. Бордақылау алаңы бастапқыда 3000 бас малға шақталып, кейін 8000 басқа өсті. 2018 жылы аграрлық несие корпорациясының қолдауымен бордақылау алаңын бір мезетте 20 000 басқа дейін арттырдық. Шаруашылық өз қызметін оңтайландыру мақсатында жаңашыл инновациялық технологияларды қолданысқа енгізген. Енді бордақылау аймағында әр мал басының салмағы мен жай-күйі автоматты түрде цифрлық құжаттамаға түседі. Тиімді технологиялардың ерекшелігі туралы шаруашылық иесі тарқатты. Если обратить внимание, вот у нас на каждом животном есть на левом... Байқасаңыздар, мұнда әр жануардың сол құлағында ING нөмірі бар белгі, ал оң құлағында RFID чипі бар. Біз оны кімнен және қандай салмақпен сатып алдық? Осы жануармен қандай ветеринарлық шаралар жүргізілгенде тіркеулі. Мұнда әр ұяшықтың басында және соңында RFID белгі орналасқан. Мұнда 160 тор бар. Әр жем таратушы тор жанына келгенде техника тор нөмірі бар осы ұяшыққа қанша жем салу керектігі туралы ақпаратты көрсетеді. Бағдарламадағы тапсырманы техникалық қызмет дайындап отырады. Осылайша тордағы жануар саны мен жемге қатысты дерек автоматты түрде шығады. Знает, сколько животных находится в клетке, какую норму корма каждое животное должно получить. Малдың дұрыс салмақ қосу үшін қоректену нормаларды сақтау маңызды. Бұл тұқымның малы жем-шөптің жоғары конверсиясымен ерекшеленеді. Тамақтану тәртібі малды бордақылау кәсібінің негізі. Малды азықтандыруда 95% өзіміз өндірген экологиялық таза жемді береміз. Олардың қатарында нәрлі жем, сүрлем, пішен, арпа бар. Шаруашылық қызметкерлеріне жатын орын, 3 мезгілді тамақтану, автобус, жалақыға үстемақылар ұсынады. Бордақылау аймағында жұмыс істеуге ниетті мамандарға кәсіптің қыр-сырын үйретеді. Бұл кәсіпорында 2016 жылдан бері жұмыс істеп келемін. Негізгі міндетім малды дұрыс тамақтандыру, орналастыру. Нақтырақ айтсақ, сатып әкелінген және сыртқа жөнелтілетін малды сұрыптап тексеру. Шаруашылықта 80 адам жұмыс істейді. Оның 95% жергілікті халық өкілі. Местного населения здесь. Терра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір мезетте 22 000 бас ірі қараны бордақылайтын санаулы алаңның бірі. Кәсіпті ұлғайтуда аграрлық несие корпорациясынан 2 рет қаржы алған. Программы, которые существуют в аграрных... Аграрлық несие корпорациясы ұсынған бағдарламалар Қазақстандағы ауыл шаруашылығы саласының дамуына зор үлес қосуда. Мұнда қолжетімді қаражатты ауыл шаруашылық жерлерін кепілге қою арқылы жақсы өнімділік коэффициентімен алуға болады. Осылай, ауыл шаруашылығы кәсібін дамытып, ұйымдастыруға қажетті соманы игереді. Аграрлық несие корпорациясының қаржылай қолдау арқылы осы кәсіпті бастап, өркендеттік. Оны негізгі қаржыландыру көзі десек болады. Өңірде ауыл шаруашылық саласында кәсіп бастауға ниетті әр азаматқа қолдау білдіріп, кәсіптің нәсібін көруге себепкер болатын аграрлық несие корпорациясы маманымен де сұхбат құрдық. На сегодняшний день аграрная кредитная корпорация является одним из основных институтов развития в секторе АПК в нашем регионе. Бүгінгі күні аграрлық несие корпорациясы өңірдегі агромәдени сектордың дамуына негізгі ықпал етуші күштің бірі. Басты міндет ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін қолжетімді және жеңілдікті қаржыландыру бағдарламасын қалыптастыру. Бүгінгі күні аграрлық несие корпорациясының аталмыш филиалы ағымдағы жылға қаржыландырудың барлық бағдарламалары бойынша 500-ден астам қарыз алушыға шамамен 31 миллиард теңге берді. Ең танымал бағдарлама кең дала. Бағдарламаға сәйкес қарыз алушылар үшін жылдық мөлшерлеме 5%-ді құрайды. Ол филиалдар, несиелік серіктестер, аграрлық өнеркәсіптік кешен арқылы тікелей қаржыландырылады. Мал бордақылаумен айналысатын тағы бір кәсіпорын Астана маңындағы Қабанбай Батыр аймағында орналасқан Бейф парк жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Шаруашылық қазақ ақбас тұқымдары қара малды бордақылаумен айналысады. Біз ашылғанымызға 6 жыл болды. 2018-де ашылдық. Заткорм комплекс дейді. Мал бордақылаймыз. Енді мал бордақылағанда, енді мал азығын бәрін өзіміз өсіреміз.
Бізде өзіміз егіндеріміз бар, суармалы жеріміз бар. Жоңышқа өсіреміз, жүгері өсіреміз, арпа өсіреміз. Сол бордақлауға не керек бәрін өсіреміз. Суданка деген шөп бар. Бәрін қосып, комбикорм жасап, солай бордақлаймыз. Енді біз құжат бойынша 5 мыңдыққа салғамыз, бірақ 5 мыңдыққа біз әлі толтырмаймыз, өйткені сұраныс жоқ ондай. Енді 5 мыңға толтыру мүмкіндігіміз бар. Экспортқа тыйым салынған, содан кейін бәр бордақлаған малды біз көптен сата алмай қаламыз деп қорқамыз. Сондықтан біз қазір 3 мың басқана бордақлаймыз жылда. 2,5-3 мың бас. 2023 жылғы дерекке сәйкес елімізде 637 мың бас ақбас тұқымды ірі қара мал бар. Оны өсірумен 17 мыңнан аса шаруашылық айналысады. Онда барлығы 423 мың 41 асыл тұқымды мал ұсталады. Оларды бордақлауда тамақтану тәртібі мен аралық өлшемдерді және екпе жүргізу маңызды. Осы мақсатта кәсіпорын шетелдік техниканы қолданысқа енгізген. 2 рет тамақтандырамыз. Күніне 1-2 100 грамм салмақ қосылады. Бізде зоотехниктер бар, ай сайын өлшейді привестерін, сосын рациондарын өзгертеді өскен сайын. Американский технология, холодный откорм дейді, автопоилка Америкада өндірілген. Жазда да, қыста да бір температура ұстайды. Подогрев бар, қыста, аязда су қатпайды. Сосын жақта карма цех бар ішінде, мына жақта мал өлшейді, дәрі беретін станоктары бар, бәрі Америкадан келген. Шаруашылықта 17 адам еңбек етеді. Олардың басым көпшілігі жергілікті аймақ тұрғындары. Қажеттілігіне қарай жұмысшыларға жатақхана, үй жай, қызметтік көлік ұсынады. Кәсіпорын тек қызметкерлерінің жағдайын жасап қана қоймай, ауыл аймақтағы көмекке мұқтаж жандарды азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Таңертең келгеннен полный бірінші малды аралап, обход жасап, тегіс малды қарап шығамыз. Сосын ауырып тұрған сырқат нелерді бөліп, емін жасап, жағдай жасау жағынан жақсы. Зарплата айлығымызды уақытылы беріп отырады, ешқандай бір задержка деген жоқ. Сосын астында көлігім бар, осы хозяйствоның алып бергені. Бір жылдың аяғында өзінің бір сияқыларын жасап тұрады. Кәсіби мамандықты жетілдіруге жақсы мүмкіндік, көп нәрсені үйреніп жатырық осы жерден. Бұнда в основном осы көктем уақытында, күз уақытында мен Сәкен Сейфуллин атындағы аграркадан студенттер келіп практика өтеді осы жерден. Мен қарамағымда қарайды, 4-5 баладан жылына болды. Соларға енді осы мал шаруашылығы жайында ем-дом жасағанын бәрін көрсетіп, қолынан келгенін бәрін көрсетем соларға. Бос жатқан жерді шаруашылыққа ыңғайлап үйлестіру үшін де қаражат керек. Сондықтан кәсіпті дамытуда олар аграрлық несие корпорациясының көмегіне жүгінген. Кәсіпорын корпорацияның агроэкспорт, агробизнес және қарапайым заттар экономикасы бағдарламалары арқылы қаржы алған. Корпорация жақсы жұмыс істейді, өйткені біз бірінші күннен бастап осы құрылысқа проект жасағанда бізге корпорация кредит қаражат бөлінді. Сол қаражатқа біз осы откорм комплекс салып күн көріп жатырмыз. Сосын жылда бізге оборотқа кредит береді 1 миллиардқа дейін. 2019 жылдан бері аграрлық несие корпорациясының Астанадағы бөлімшесінің көмегіне жүгініп, қаржы алған кәсіп иелерінің саны 3,5 мыңнан асады. Ауыл шаруашылығы секторын дамытуға корпорацияның қосқан үлесі туралы арнайы маманнан білдік. Бүгінгі және де алдағы уақытта аграрлық несие корпорациясының басты мақсаты бұл ауыл шаруашылық кәсіпорындарын қолжетімді несиемен беру арқылы агроөнеркәсіптің тұрақты дамуына жәрдемдесу. Стратегиялық мақсатымыздың бастысы бұл шаруашылықтарға қолжетімді несие беру арқылы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігіне қамтамасыз етуге үлес қосу. Әрине, қазіргі таңда аграрлық несие корпорациясы осы фермерлерге осы бағдарламаларды жеткізу мақсатында кез келген жиналыстарға қатысады. Және де осы бағдарламаларды әлеуметтік желіде, телевидение арқылы таратады. Және де осы несиелерді қолжетімді ету мақсатында қазіргі таңда онлайн өтінім қабылдау бағдарламасы да қарастырылған. Бүгін Қостанай және Ақмола облысы аумағындағы мал бордақылаумен айналысатын кәсіпорындармен таныстық. Олар асыл тұқымды ірі қара малды баптап, бордақылауда өздері жем-шөп дайындап, кәсіпті оңтайландырған. Өңірлердегі ауыл шаруашылық кәсіпорындарының дамып жетілуі елдің агроөнеркәсіптік саласының көрсеткіші. Азаматтық талпыныс пен мемлекеттік қолдау болса, бұл көрсеткіштің мол жеміс берер сөзсіз.